Біз обычно бір адамға сенім артқан кезде, тыңдағымыз келген кезде біз не істейміз? Анализ жасаймыз ғой. Иә? Логикаға саламыз. Так, мынау айтып тұр, и бұған сенуге болады, потому что мен бұнымен 15 жыл бойы доспын. Сен онымен 15 жыл бойы дос болғаның ничего не решает, егер ол адамның ішінде мусор болатын болса. Іштей біліп тұрасың, бірақ 15 жыл тәжірибемен қарайсың, дос болдым 15 жыл деп күшті деп. Так не работает. Всегда, біріншісі, всегда по зову сердца, екіншісі, всегда новые люди, жаңа адамдар. Но есть важный нюанс. Сіздер бір жылда қанша жаңа адаммен танысасыздар? Бір жылда. Насколько вы расширяете круг общения? Қараңыздар, когда я говорю танысасың деген кезде, просто номерін алып кетіп қалмайсың. Это с кем ты вот постоянно в коммуникации. Менде айналамда адамдар көп болатын болса, вероятность того, что солардың ішінен нереально күшті адамдар табылуы ықтималдығы әлдеқайда көбірек қой.